Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз отбасымызбен теріп келген қозықұйрықтан тамақ әзірлейтін боламын. Менімен бірге болыңыздар. Қозықұйрығымды жарты сағаттай суда қайнатып алдым. Салым қылып турап, енді жақсылап қуырамын. Пешіме ағаш салып қойдым, жақсы қуырып алу үшін қызартып. Бізге картошка, сәбіз, пияз керек болады, және томат пен тұз. Міне араластырып қуырып аламыз. Енді пияз пен сәбізімізді салып, шамамен 5-10 минуттай қуырамыз. Пиязымыз қуырылғанша. Отын жақсы жанып жатыр. Қызыл болып қуырылып жатыр. Енді 2 ас қасық томат қосамыз. Жақсылап араластырамыз. Томатымыз қызарғанша тағы да қуырамыз 5-10 минутта. Мен жарты ас қасық тұз қостым. Өздеріңіздің қалауларыңызға қарай қосасыздар. Дәміне қарай. Енді қозықұйрығымызды жауып тұратындай су қосам, менде 1,5 ожау болды. Осы суымыз тартылғанша астын баяулатып қозықұйрықтарымызды пісіреміз. Міне достар, суымыз тартылды. Мен ол уақытта балмұздақ сеуіп алдым. Енді туралған картошкамызды салып, бетіне тегістеп жайып шығамыз. Араластырмаймыз, егер араластырсақ, картошкамыз езіліп кетеді. Табақпен бетін жауып 30 минуттай бұқтырамыз. Баяу отта. Міне достар, біздің қозықұйрығымыз пісті. Далада, ошақтың басында өзіміз терген қозықұйрық енді иісі деген керемет. Достар, егер сіздерге ұнаса, міндетті түрде менімен бірге болыңыздар. Апта сайын жаңа видео салып тұрамын. Сіздермен болған нағыз ауылдық өмірді көрсететін Айша.